Ауду биллахи минаш-шайтонир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі біздің дәрісіміз келесі мына бір хадиспен жалғаспақ. Ан ибн Аббасин радияллаху анхума анна Расулаллахи саллаллаху алейхи вассалам қал: "Инна Аллаха таджаваза ли ан умматил хатаа ва нисяна ва мастукриху алейх." Ибн Аббас, Алла ол екеуінен разы болсын, жеткізеді. Алла елшісі пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның былай айтқандығы жөнінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: Аллах тағала менің құрметім үшін менің үмметімнің қателігін, ұмытшақтығын және мәжбүрлі түрде істегендерін кешірген, яғни кешіреді. Осы жерде назар аударатын нәрсе ең әуелі инналлаха таджаваза ли дейді. Яғни Аллах тағала кешірді мен үшін, яғни менің құрметім үшін. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла елшісінің шарапаттығы, құрметті екендігін біз көре аламыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның шарапатқа ие болғандығымен, Алла елшісі құрметке лайықты болған себебінен пайғамбарымыздың үмметіне де Аллах тағала көптеген бір жақсылықтар мен жеңілдіктерді берді. Хадистің жалғасында айтқандай, менің үмметім үшін үш нәрседе Аллах тағала кешіріммен қарайды. Бірінші, қателікпен жасаған іс, ұмытшақтықпен істеп қойған іс, және мәжбүрлі түрде істелген іс. Шынымен де Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам ол кәміл. Ал енді адам баласы, момын мұсылмандар, ол инсан. Инсан дегеніміз арабша сөз насия дегеннен шығады, ұмытшақтық. Ұмытшақтықпен, білместікпен азғантай қателіктерді жасап қоятыны бар. Бақара сүресінің соңғы аяттарында расында Аллах тағала іштегіні жасырса да, немесе жарияса да, Аллах тағала оның есебін алады деп Аллах тағала осы аятта айтқан. Сонда сахабалар Алла елшісіне келіп: "Уа Алла елшісі, осы аят түскеннен кейін біз қиналып жүрміз. Біздегі іштегі нәрсені, біздің ойлағанымыз, ниеттенгеніміздің барлығы үшін Аллах тағала есеп алады ма?" деп қатты қорқады. Расында да момын мұсылман ол тек қана іс әрекетпен ғана кейде қателік, күнә жасап қоюдан бөлек, адам баласы болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін, инсан болған үшін ол оймен де, ішкі ниетімен де, пиғылымен де жаман нәрсе ойлап қалуы мүмкін, жаман ойлар ішіне келуі мүмкін. Бақара сүресінің 286 аятында айтылғандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Раббана ла туахидна ин насина ау ахтана. Сахабалар, адам баласы сол кезде осы аят түскен кезінде былай деп айта бастайды: Раббымыз, қателік жасап қойғанымыз үшін, ұмытшақтықпен істеп қойғанымыз үшін бізді жазалай көрме деп Алладан жалбарынып кешірім сұрайды. Осы аят түскен уақытта дейді Аллах тағала бірден жауап берген екен: "Қат фаалту" деп айтқан екен. "Қат фаалту", әлбетте мен орындадым, істедім дейді екен. Яғни пенделері, Алланың құлдары, яғни момын мұсылмандар сұрады: Аллах тағала біздің білместікпен, қателікпен жасап қойған кішігірім кемшіліктерімізді кешіре көр деп сұрады. Аллах тағала дұғасын қабыл етіп, мен орындадым деген екен. Осыған байланысты осы хадиске ұқсас Абу Хурайрадан жеткен тағы бір хадисте ол жерде де айтылынады, қалай осы аят келді, сол яғни осы аяттан кейін Алланың құлдары Алладан дұға жасағаннан соң бір сәтте Аллах тағала дұғасын қабыл етіп, адам баласының, момын мұсылманның іштей ойлап қойған кішігірім бір қателіктерін, күнәларын Аллах тағала кешіретінін айтты. Абу Зардан риуаят етілген Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның жәннатқа соңғы кіретін еркісі туралы айтылады. Оның жағдайы туралы айтылады. Соңғы еркісі есепке тартылған кезде, Алланың құзырына келгенде Аллах тағала оны есепке тартады екен. Сонда мына күнәні істеген сен ғой, мына күнә сенікі ғой деп тізбектей бастайды осы дүниеде әлгі кісінің жасап қойған күнә қателіктерін. Сонда
әлгі пенде мойындап бәрін, я бұл менікі, бұл мен жасап қойдым деп барлығын Алладан қабылдайды. Соңында Аллах Тағала өзінің мейірімімен, рахымымен және өзінің кеңшілігімен әлгі пендені, әлгі соңғы есепке тартылған кісіні күнәларын барлығын кешіреді екен де періштелерге бұйырады. Мына пендені жаннатқа кіргізіңдер, алып барыңдар дейді. Әлгі кісі, соңғы жаннатқа кіретін кісі сұрайды екен: уа Аллах Тағала, сіз менен жаңа істеп қойған дүниедегі аз кішігірім қателіктерім туралы тізбектеп айтқан едіңіз дейді. Ал бірақ одан да бөлек менің жасап қойған үлкен де күнәларым бар дейді. Үлкен де жасап қойған қателіктерім бар. Оларды мен не істеймін? Оған есеп қалай болады деген кезінде Аллах Тағала ол құлына айтқан екен: бұл дүниеде сен ол істерді жасадың, күнәларды, және мен өзінің рахыммен, мейіріммен оны осы дүниеде жасырып қойдым дейді. Істеп қойған қателік күнәларында үлкені болсын, кішісі болсын, жасырып қойдым, және осы дүниеде, ақиретте де, мәңгілік өмірде де оны жасырдым деп, ал жасап қойған мына кішігірім қателіктерімді оны мен кешірдім деп, оны жаннатқа кіргізеді екен. Бірақ бұл жерде ғалымдар мынандай бір ескертулер білдіреді. Мысалы, 5 уақыт біздің парыз намазымыз бар. Сол кезде мәселен таң намазын ұйықтап қалды, немесе екінті намазын ұмытып қалды оқуға. Сол кезде ұйықтап, білместікпен ұйықтап қалдым, немесе ұмытып екінті намазын өткізіп алдым деп, жақсы, Аллах бәрібір кешіреді ғой деп, оны орындамай қою ол дұрыс емес дейді ғалымдар. Бұл тек намаздың мысалында айтып жатырмыз да біз. Басқа да амалдар бар. Ішіп қойып, анда-санда бұғау сөз айтып қойып, анда-санда тағы бір күнә іс жасап қоятын болса, ол ғалымдар айтады, олай мүлдем жасауға болмайды. Әрине. Ол ақылмен де былай қарасақ та, шынымен де ол ақылға қонымсыз, сыйымсыз. Ал енді анау күнә қателіктерін, жаңағы біліп істеп қойған қателіктерін, ол егер тәубе етіп, истиғфарын білдіріп, шын көңілбен, ниетімен жасап қойған қателік үшін өкінетін болса, тәубе етіп Аллаға қайтатын болса, жасаған күнәсі үшін Алладан кешірім сұрайтын болса, иншалла, онда да Аллах Тағала өзінің кеңшілігімен, өзінің рахымымен ол күнәні да иншалла кешіреді. Сахих Бухари және Муслимде келеді, Амр ибн аль-Ас Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламнан былай айтқанын естіген екен: егер бір сот орындаушы, хаким дейді ғой, хаким, әкім немесе сот орындаушы иштихат етіп, екі кісінің арасындағы немесе бір адамға қатысты бір ісінде үкім жасайтын болса, сот орындаушы, және ол қателесіп қалатын болса, онда оған бір сауап жазылады. А егер дұрыс шешім қабылдайтын болса, онда ондай сот шешіміне Аллах Тағала 2 сауап береді екен. Яғни бұл мысалдың келтіруіндегі бұл да Алланың кеңшілігі, бұл да Алланың мархаметі. Ан-Нахл сүресінің 106 аятында: Астағфирулла, "Ман кафара биллахи мин ба'ди иманихи илля ман укриха ва қалбуху мутмаиннун." Садақаллахул азим. Жүрегі иманға орныққаннан кейін, мұсылман болды, ла илаха иллаллахын айтты, Алланы мойындады, растады. Сол иманы жүрегіне орныққаннан кейін, иман келтірген күйде, егер оған мәжбүрлі түрде күпірлік ететін болса, Аллах Тағала оны өзінің рахымымен кешіреді. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның артынан ерген сахабалардың өмір баяндарын оқып қарайтын болсақ, ол жерде де біз көреміз, біршама сахабалардың мушриктердің қолдарынан қиналып, азаптап жатқан кезінде айтатын еді: сен Құдайдан бас тарт, пайғамбар Мұхаммедтен саллаллаху алейхи вассалам бас тарт, дінінен бас тарт деп оларды қинайтын еді. Сол кезде арасында әрине шыдағандар көп болды. Ол әрине оңай емес. Және арасында кейбірі жүрегімде бір Аллаға сенімім бар, жүрегімде бір Аллаға деген менің иманым бар деп тұрып, жаңа қатты азапқа шыдай алмастан айт деген сөздерін айтып, бірақ жүрегімен, ниетімен іште ол нәрсеге қарсы болған, сол айтып жатқан сөзіңе. Яғни имандылықта Аллаға иман келтірген күйде, сол туралы мына жерде аятта келтіріп отыр. Алланың айтып жатқаны,
жүрегі иманға орныққан түрде, иман келтірген күйде, егер мәжбүрлі түрде күпірлік еткен болса, онда оған Аллах жеңілдік жасайды, кешіріммен қарайды. Ал керісінше болса, яғни иман келтіре тұрып, жүрегіне имандылық кірді, орнықты, бірақ кейіннен бас тартып күпірлік етсе, онда оның азабы қатты деп Аллах Тағала осы аятта ескертеді. Осы имам Науауи келтірген 40 хадистің ішіндегі Ибн Аббас, Алла ол екеуінен разы болсын, риуаят еткен осы хадистегі айтылған 3 қателіктерді Аллах Тағала өзінің мархаметімен кешіретінін иншалла біз біле жүрейік, және оны өмірімізде әдейі жасамауға, әдейі қасарысып істеуге, немесе хадистен тыс мағынада күнә қателіктер жасаудан аулақ жүруімізге тырысайық.